Алтыншы дәріс заң шығару жиналыстары және журналистика қызметі. Бұл дәріс заң шығару жиналыстарының маңыздылығын, олардың қоғамдық өмірдегі рөлін, журналистердің осы процестегі орнын жан-жақты қарастырады. Заң шығару жиналыстары бұл мемлекеттік биліктің маңызды тармақтарының бірі. Олар елдің дамуын айқындайтын, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін реттейтін, қоғамдық қатынастарды қалыптастыратын заңдарды қабылдауға жауапты. Бұл жиналыстар демократиялық қоғамның негізгі тірегі болып табылады, өйткені олар халықтың мүддесін білдіреді және мемлекеттік саясаттың бағытын анықтайды. Заң шығарушы органдардың тиімді жұмысын елдегі тұрақтылық пен прогресті қамтамасыз етудегі шешуші рөл атқарады. Журналистиканың заң шығару процесіндегі рөлі. Ақпараттық функция. Журналистер заң жобалары туралы, олардың талқылану барысы мен қабылдануы туралы қоғамды хабардар етеді. Қоғамдық бақылау. Бақ депутаттарының қызметін қадағалап, олардың есеп беруін талап етеді. Пікірталас алаңы. Журналистика заң жобаларына қатысты түрлі пікірлерді, сараптамалық бағалауларды және қоғамдық пікірді жариялай отырып, ашық пікірталас алаңын қалыптастырады. Қоғамдық пікірді қалыптастыру. Журналистер материалдар арқылы заң жобаларына қатысты қоғамдық пікірді қалыптастырып, заң шығарушыларға ықпал ете алады. Депутаттар мен журналистер арасындағы қарым-қатынас заң шығару процесінің ашықтығы мен тиімділігі үшін өте маңызды. Депутаттар бақ арқылы өз жұмыстары туралы ақпаратты таратып, қоғаммен тікелей байланыс орнатады. Журналистер өз кезегінде заң шығарушылар қызметін объективті түрде жариялау арқылы халықтың хабардар болуын қамтамасыз етеді. Бұл өзара құрмет пен сенімге негізделген қарым-қатынастың бір бөлігіне айналған. Ақпараттық ашықтық бұл заң шығару процесінің негізгі қағидаларының бірі. Ол қоғамға мемлекеттік органдардың қызметін бақылауға және олардың шешімдеріне әсер етуге мүмкіндік береді. Ашық және қолжетімді ақпарат арқылы азаматтық қоғам депутаттардың қызметін, заң жобаларының мазмұнын және олардың ықтимал салдарын талдай алады. Бұл сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыруға және халықтың билікке деген сенімін нығайтуға көмектеседі. Журналистік тергеулер заң шығару процесіне елеулі әсер ете алады. Олар қоғамдағы өзекті мәселелерді, құқық бұзушылықты немесе кемшіліктерді анықтап, заң шығарушы органдарының назарына ұсынады. Кейбір жағдайларда журналистердің жан-жақты зерттелуі жаңа заң жобаларының пайда болуына әкеп соғады.